Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Сіздермен бірге Қуанышты медицина каналы. Бүгін анемиялар туралы сөз ететін боламыз. Видеоны бастамастан бұрын каналға тіркелулеріңізді, колокольчикті басып кетулеріңізді және достарыңызға таратуларыңызды сұраймын. Бастайық. Анемия деген бұл бір симптом. Симптомның артында бір себеп жатыр. Ол себепті білмей, біз ауруды анемияны емдеген ешқандай мәні жоқ. Бұл себепті біз қайдан анықтай аламыз деген сұраққа бүгін тоқталатын боламыз. Жалпы анемия деген эритроциттердің сандық, сапалық жағынан өзгеруі. Санның аз болуы, немесе эритроцит бар, бірақ ішінде сапасы, ішкі құрылысы дұрыс болмауы деген сөз. Жалпы анемияның диагностикасы жалпы қан анализінде гемоглобиннің төмен болуымен көрініс береді. Бұл алғашқы критерий. Гемоглобин төмен болса, науқаста анемия бар. Анемия қандай екенін білу үшін себебін тоқталамыз. Жалпы эритроцит құрамында гемоглобин бізде оттегін тасымалдайтын негізгі компонент. Оттегін тіндерге тасымалдайды, АТФ энергия алмасулары жүзеге асады. Егер бізде оттегі болмаса, гемоглобиннің құрамында оттегі жеткіліксіз болса, анемияның типтік симптомдары көрініс береді. Әлсіздік, бозару, ұйқысының нашарлауы, шаштарының, тырнақтарының ісінуі, бұның барлығы тіндік гипоксияның жүріп жатқанымен көрініс береді. Шышты қабаттардың бозарып тұруы, барлығы осы анемияның жалпы белгілері. Себебі біз түсіну үшін эритропоэз деген ұғымды түсініп алуымыз қажет. Сүйектің қызыл кемігі деген орган бар. Бұл жерде бізде қан өндіріледі. Бұл сүйектердің, ұзын сүйектердің ішінде, череп, бас сүйектерінің ішінде, төс сүйектерінің ішінде өндіріс береді. Эритропоэзді басталатын алғашқы бағаналы клетка бар. Осы клеткадан бастап, яғни эритроциттің атасы, эритроцитке дейінгі 7 күндік процесс өтеді. Осылардың арасында әртүрлі процестер жүзеге асады. Жалпы алғы клетка, бағаналы клеткаға эритропоэтин әсер етіп, бізде эритробласт өндіріледі. Егер эритропоэтин жеткіліксіз болса, эритробласт та өндірілмейді. Эритробласт бұл тез көбейетін клеткалық алмасулар жүзеге асатын ортаң клетка. Бұл жерде біз витамин В12, В9 фолий қышқылдарының әсер етіп, ДНК синтез жүзеге асады, және темір компонент арқылы, бұл жерде гемоглобин синтезі жүзеге асады. Эритробласттан ары қарай ретикулоциттер, жас эритроциттер түзіледі. Ретикулоцит деп аталу себебі торлы циттер, торлы жасушалар, бұл микроскоппен қараған кезде эритроциттің ортасында тор тұрады. Осы тордан айырылып, бұл ядросынан айырылып, сеткері қанға шығып, эритроцитке айналады. Эритроцит қанда 20 күн айналымда жүреді. Одан кейін эритроциттердің моласы деп аталады. Көк бауыр талақ арқылы ыдыратылып, билирубинге өт арқылы, зәр арқылы шығады, немесе макрофагтармен қайтадан сүйектің қызыл кемігіне барады. Жалпы осы процесс 7 күн жүзеге асады. Алғы клеткадан, бағаналы клеткадан ретикулоцитке дейін, эритроцит 20 күн, 27 күн бойы жүзеге асатын бұл үлкен процесс. Енді біз себептерін білу үшін орталық және шеткі деп бөлуіміз қажет. Ең бірінші айтқан бағаналы клетка. Бағаналы клеткаға бізде ятрогенді заттар әсер етуі мүмкін. Ол қалай? Мысалы, ракпен ауыратын адамға химиотерапия жүргізсе, немесе осы сүйектің қызыл кемігіне токсикалық әсер ететін препараттар алғы клеткаларды жойып тастайды. Химиотерапия бұл жақсы тіндерді, рак тіндерді жояды. Сол себепті алғы клетка болмаса, бағаналы клетка ешқандай эритроцит туралы сөз етудің қажеті жоқ. Бұл бірінші себеп. Екінші себебіміз біз эритропоэтин, жаңа айттық қой, бағаналы клетка эритропоэтин әсер етіп, эритробласт түзіледі деп. Осы эритропоэтин түзілмейтін болса, яғни бүйрек жеткіліксіздігі ауруларда, немесе ревматоидтық артрит, созылмалы қабынулар, қабынулық факторлар эритропоэтинге ингибиторлық әсер береді, басып тастайды. Сол себептен эритропоэтин түзілмей алады. Бұл кезде ары қарай бізде эритробласт түзілмейді. Бұл түсінікті. Эритробласт түзілсін. Эритробластқа үшінші себеп В12, В9 витамині, фолий қышқылы жеткіліксіз болса, ДНК синтез жүрмейді, сапалық жағынан эритроциттер өзгереді. Немесе темір жеткіліксіздік болса, гемоглобин түзілмейді. Сол себепті гемоглобиннің тапшылығы жүзеге асады. Бұл орталық процесстер. Енді біз шеткері, қан эритроцит бізден шықты, сүйектің қызыл кемігінен. Енді біз қан ағымда осыған әсер етуі мүмкін. Организм толықтай функционер етіп тұр, бірақ қан кетті.
жарақаттардан немесе созылмалы ойық жаралардан, асқазан ішек жолдарынан қан кетіп жатыр. Бұл қан кетуден болатын постгеморрагиялық анемиялар деп аталады. Бұл жерде механизм дұрыс, бірақ соңғы қан кетіп жатыр организмнен. Келесі бізде гемолиз деген ұғым бар. Эритроциттер сыртына мембранамен қапталған. Бұл организмнің өзіндік ішкі ортаның тұрақтылығымен күресе алады. Осы мембрананың бұзылыстарынан болатын, немесе әртүрлі дәрілік препараттар, көптеген себептерден гемолизға ыдырап кетеді, эритроцит ыдырайды. Бұл талассемиялар, мембранопатиялар, Менковский шафар микросфероциттік анемиялармен көрініс береді. Жалпы енді біз қалай бұны анықтай аламыз, анализде? Біз ретикулоциттердің деңгейіне қарауымыз қажет. Егер ретикулоциттер бізде норма болса, барлық процесс нормамен жүзеге асып жатыр. Егер гипорегенеративті ретикулоциттер аз болса, бізде орталықтан кетіп жатыр. Сүйектің қызыл кемігінде бір дефект бар. Сол себепті ретикулоциттер бізде аз. Егер қарама-қарсы гиперрегенеративті болса, бізде шеткі, яғни сүйектің қызыл кемігі функциясын жасап тұр, бірақ шеткері бұзылыстар бар деген сөз. Жалпы анемияны біліп алу үшін біз себептерін білуіміз қажет. Енді біз себебін түсіндік. Онкологиядан, химиотерапиядан болатын, эритропоэтин жеткіліксіздігінен болатын анемия, В12, В9, темір тапшылығынан болатын анемия, қан кетуден болатын анемия, немесе гемолиздік анемия деп бөлуімізге болатын екен. Келесі видеода біз толығырақ диагностикасына тоқталатын боламыз, еміне және бір-бірімен дифференциалды диагностиканы, ажыратпалы диагностика қалай жүргізетін туралы сөз ететін боламыз. Видео ұнаса міндетті түрде лайк қоямыз. Егер түсінбей жатқан болсаңыздар, комментарийға ұялмай сұрай беріңіздер. Всем пока.